Төлеу апайдың ертегілері. Тиіннің қоянға қонаққа баруы туралы. Бірде Тиін қояндікіне қонаққа келді. Қоян ас бөлмеде бәліш дайындап жатыр екен. Ал кішкентай бала қоян, "Не пісіріп жатырсың, мама? Иісі неткен дәмдет" деп тамсанып, анасының аяғына оралай берді. Үйге мейман келген соң, бала қоянды анасы қарындасымен ойнай тұруға жіберді. Кішкентай қояндар жарысып, ойнап жүрді. Біраздан соң ас бөлмеде бәліште дайын болды. Қоян піскен бәлішті табаққа салып, суытуға қойды да өзі дастархан жасауға кетіп қалды. Ас бөлмеде қалған Тиін абайсызда бәліш салынған табақты қағып кетті. Табақ бәлішпен бірге еденге құлап түсті де күл паршасы шығып сынды. Тиін болса өзінің қылығынан қатты абыржып қысылды. Ол не де болса табақты құлатып алғаны туралы ешкімге айтпауға бел буды. Ал індегілердің бәрі тап осы кезде сынған ыдыстың дыбысына жүгіріп келді. Тиін ештеңе білмегенсіп, олды жаңа ғана жүгіріп кіргендей сыңай танытты. "Бұны істеген кім?" деп ренжіді қоян. Өйткені азаннан бері осы бәлішті пісіремін деп қоян жарты күнді ас бөлмеде өткізген еді. Енді сол еңбегі еш болып, бәліш жеуге жарамай еденде шашылып жатыр еді. Өзінің қылығынан іштей қысылып тұрған Тиін қоянды жұбатпақ болып: "Ештеңе етпейді қоян, сен бұған ренжімей-ақ қойшы, мен саған бұдан да дәмді тоқаш пісіріп беруге көмектесейін" деді. "Жоқ, мен бұл жағдайды бұлай қалдыра алмаймын" деді әбден ашуланған қоян. "Қане балалар, шындықты айтыңдар, кім сындырды?" Біз емес деп шу ете қалды кішкентай көжектер. "Шындықты айтпайын дедіңдер ме? Солай ғой. Ендеше сендерді жазалауға тура келеді" деді әбден ашуға мінген қоян. Мына сөздерді естігенде Тиін бұдан әрі шыдап тұра алмады. Ешбір кінәсі жоқ көжектерге кесірім тиеді ғой деп, ол қоянға болған оқиғаны бастан аяқ айтып берді. Оған шындықты айту сондай қиын болды, бірақ Тиін өзінің батылдығына риза болды. Тиін үшін ең маңыздысы кінәсіз көжектерді жазалауға жол бермеу еді. Көңілі жай тапқан Тиін үйіне көңілді оралды. Ертеңінде ол қоянның үйіне тағы келді, бірақ бұл жолы кішкентай көжектер мен қоянға өзі пісірген бәлішті ала келді. Дәмді бәлішпен шай ішіп, мәре-сәре болған олардың достықтары одан сайын нығая түсті. Шыншыл, кешірімді, қайырымды болған қандай жақсы.